Сәлем достар, менің есімім Майдана. Менің тілді қалай меңгердім, қалай сөйлеп үйрендім, сол ақпараттарға байланысты видеолар илегі жалғасуда. Ендеше қазіргі бөліскім келетін ақпарат ол интернет арқылы, онлайн қандай менің қолданған қосымшаларым, бағдарламаларым және тілді насихаттаушылар және насихаттаушы еместермен қалай тегін сабақ алуға болады, мен алдым, сол туралы бөліскім келеді. Біріншіден, бағана айтып кеткендей, бірінші видеолардың басында көрмесеңіздер, көруді ұсынам. Бір ақпаратты алған уақытта тек сол ақпаратпен қана жұмыс жасау, әр ақпаратқа ауыспау. Яғни бұл өте маңызды нәрсе. Себебі біз көп алсақ, адам негізі саналы түрде бір дүниені сараламаса, онда өте аш көз келеді, кез келген нәрсеге, және ақпаратқа да аш көз келеді, бәрін біліп алғысы келеді. Бірақ көп біліп алғым келеді деп, көп энергиямен басында энтузиазммен бастағанмен, сіз бір-екі күннен кейін сынып шаршап қалу ықтималдылығы жоғары. Сол себепті, мысалы, сіз күніне 5 қана сөз меңгерем десеңіз, қызығушылықпен жоқ, бүгін 10 меңгерем деп тырысудың меніңше қажеті жоқ. Өзіңізге 5 деп қойсаңыз, сол күнделікті 5-5-тен аспай, сол 5 сөзді меңгеріп, соңына дейін жеткен дұрысырақ. Яғни менің қолданатын тәсілім осы. Бір ақпаратты алсам, басқа ақпаратқа көшпей, сол курсты бітіріп, белгілі бір нәтижеге дейін жету. Басқа еш жерден ешқандай ақпараттарды іздемеу. Енді тағы да бүгін айтқым келетін нәрсе ол сайттар. Яғни біз қазіргі ең атақты халықаралық сайттардың бірі ол Lingoda және Skyeng деген және Puzzle English. Осы 3 сайт бар. Осы 3 сайтта да біз сөйлеуге, жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Және Skyeng, Lingoda да біз тегін сабақ ала аламыз. Оны және қорқудың қажеті жоқ. Сіздің шотыңызда, мысалы, Lingoda'да басында 1 евро алады, бірақ бірнеше секундтан кейін қайтадан шотыңызға қайтып береді. Яғни ол сіздің тек қана қандай шынымен яғни тірі адам екеніңізді заңды түрде анықтаудың белгілі бір жолы. Мен өзім алып көрдім және тілді насихаттаушымен бірге сабақ алдым. 1-1 болып, 1 сағат екеуміз отырып жұмыстандық. Және сол жұмыстану барысында саған өзің тексеріп көрсең болады, ай сайын тексеріп көрсең болады, тексеріп көруді ұсынам. Қазір деңгейім қандай, мен 3 айдан кейін қандаймын, немесе 1 айдан кейін қандаймын. Өйткені тілді насихаттаушымен сабақ өткен уақытта сол тілде жұмыс жасауға тура келеді, қиналасың, барлық миыңдағы сөздерді тығылып жатқанын шығарасың, әйтеуір еңбектеніп, белгілі бір нәтижеге келесің. Яғни тексеріп көрудің өте бір керемет жолы. Екінші ол Skyeng. Skyengте де мен Skyengтің тек қана барлық курстарын көрдім, бірақ маған ұнағаны ол жерде де Speaking Club деген бар. Speaking Club'ты сатып алуға ұсынар едім. Өйткені ол жерде тілді насихаттаушы емес, мұғалімдер жүргізеді, бірақ нәтижесі өте жақсы. Топта жұмыс жасап, бір-бірімен сөйлесіп, тапсырмаларды орындап, күнделікті белгілі бір сол ағылшын тіліндегі community дейді, байланыста болу үшін осы таптырмайтын керемет платформаның бөлігі деп айтам. Ал басқа бөлімдер маған Skyengтің ұнамайды. Неге екенін айтып кетейін. Менде мынадай сезім болады. Skyeng пен Puzzle екеуіне бірге айтқым келеді. Тапсырмаларды орындаған уақытта, ол жерде біз былай таңдаймыз. Сөйлем шықса, I have to go десе, сөйлемдерді орнына қойып таңдауымыз керек. Немесе сондай бір ойын ретінде өткізеді. Жеке маған бұл оқу тәсілі ешқандай нәтиже бермейді. Мен керісінше ойындарды ойнау арқылы бір өзім еңбектеніп жатқанымды сезінбеймін, және одан сайын білімім төмендеп жатқанын көрдім. Яғни бұл тәсіл маған мүлде сәйкес келмейді. Маған не сәйкес келеді? Ол тірілей адаммен жұмыс жасап, онлайн болсын, офлайн болсын, немесе өзіммен өзім отырып жұмыс жасап, өзімнің ішкі бар күшіммен, миыммен сөйлемді құрастырып,
оны жаңа мұғаліммен бірге сол жерде талқылап, немесе кейін сабақтан кейін жаңа қосымша тексеру арқылы талқылап, және сол талқылаған қателіктермен жұмыс жасау. Яғни маған бұл кәдімгідей нәтижелі түрде, саналы түрде үлкен нәтиже беретінін өзім көрдім. Яғни жаңағыдай мультфильм сияқты әртүрлі бағдарламалар өкінішке орай жаңа маған сәйкес келмейді. Ондай бағдарламалар өте көп. Жаңа Basic English, жаңағы қандай арыстанның суреті шығып тұратын аттарын қазір есімде жоқ. Әртүрлі телефонның қосымшалары бар ғой. Сіздерде мүмкін араларыңызда бар шығар, сол телефонның қосымшаларды телефонына қайта-қайта жүктеп, бірақ белгілі бір нәтижеге келмеген. Менің де басында болды, және менің түсінгенім бұл жай ғана менің уақытымды құртуым. Сол себепті маған ондай жаңағы тәсілдер ойын ретінде жаңағы сөздерді орнына қою сияқты сәйкес келмейді, керісінше менің білімімді төмендететінін түсіндім. Мүмкін балаларға, жасөспірімдерге және балабақшадағы балаларға сәйкес келетін шығар деп ойлаймын, бірақ ересек адамдарға қажетті меңгерудің жолы деп өз басым ойламаймын, және сіздерге де ондай оқу тәсілін ұсынбаймын. Келесі ол тағы да тегін мектептер. Ол мен Малайзия мектептерінен тегін сабақтар алдым. Себебі жаңағы белгілі бір платформаларға жаңа Skype деген сияқты, Speaky сияқты, Speaky деген бағдарлама бар. Сол жерге сіз тіркеліп, өзіңізге тілді тәжірибеден өткізетін, мысалы, немесе достар тапсаңыз болады, тауып алсаңыз болады. Және ол жерде де айтып кеткім келеді, әртүрлі әлеуметтік желілерде, кәдімгі әлеуметтік желі сияқты, өзіміз сияқты тура дұрыс адамдар бар, және өзінің шынайы ниеті басқаша болатын әртүрлі адамдар болады. Бірақ әркім өзінің, егер сіздің ол сайтқа тіркелгендегі мақсатыңыз айқын болса, қорықпай қойсаңыз болады. Сіз өзіңіздің мақсатыңыз сәйкес келетін адамды фильтр арқылы міндетті түрде тауып аласыз, және мен таптым. Қазір олармен жақсы қарым-қатынастамыз, барлық әлеуметтік желіде доспыз. Қажетті кезде біз сөйлесеміз бір-бірімізбен, және біздің өзіміздің ортақ чаттарымыз бар. Яғни халықаралық international community дейді, халықаралық тобымыз бар. Солай сіздер де өздеріңіз сондай топты тауып алсаңыздар болады. Және сол жерде мен малайзиялық мектепте сабақ беретін мұғалімді кезіктірдім. Сөйтіп, ол кісі мен танысқаннан кейін маған онлайн сабақ өтуді ұсынды. Сөйтіп түсіндім, Малайзияда ондай бағдарламалар өте көп екен. Және Google-ға егер жазсақ, біз мысалы free trial lesson деп, онда біз жаңағы Google арқылы ондай әртүрлі жер әлеміндегі ағылшын тілін мысалы үйрететін Мальта болсын, кез келген елдегі сондай платформалар, бағдарламалар, курстарды тауып, сол жерден тегін бірінші, яғни сабақты trial lesson дейді, алады екенбіз. Және менің алған сабақтарым ол Малайзиядан болды, Малайзия мектептерінен. Және Лингода неміс мектебі, малайзиялық мектеп, және орыстардың Skyeng, және одан басқа да интернет іздеп көріңіздер, орыстарда да Skyengтен басқа тағы да 5 кем дегенде онлайн бағдарлама бар. Олардың да барлығынан сіздер тегін сабақ ала аласыздар. Және салыстырып көріңіздер. Өте керемет нәрсе. Тілді насихаттаушыдан сабақ алу және тілді насихаттаушы емес, өзге тілдің насихаттаушынан ағылшын тілінде сабақ алу. Жер мен көктей. Мысалы, мен орыс тілінде, ана тілі орыс тілі болып табылатын мұғалімдерден сабақ алмаймын. Неге? Өйткені маған біріншіден оның дыбысталуы кішкене емес, маған менің көңілімнен шықпайды. Және тілді меңгерген уақытта әртүрлі акценттерді білген өте жақсы, өте пайдалы, өте керек нәрсе, бірақ ол тілді меңгеру барысында емес. Тілді меңгеріп, белгілі бір орташа деңгейге жеткен уақытта, немесе жоғарғы деңгейге жеткен уақытта ғана басқа акценттерді тыңдап, түсініп, және сондай қарым-қатынас байланыс құра бастаған дұрыс деп өз басым санаймын. Кем дегенде pre-intermediate, яғни орташа деңгейге жеткен уақытта. Себебі
тілді енді меңгеріп бастаған уақытта, егер біз насихаттаушыны тыңдайтын болсақ, онда автоматты түрде біздің миымыздың жаңағы нейрондық жүйелері оны қабылдап ақпаратты біздің табиғи түрде дұрыс дыбысталуымызға көмектеседі. Мысалы, I don't know демейсің, I don't know, иә? Мысалы, орыс тілді мұғалім болса, сіз I don't know деп айтуыңыз мүмкін. Яғни, өйткені біз автоматты түрде тілді үйрететін адамның, өйткені біз басқа нәрсені білмейміз, ол біздің миымызда білмейді. Бұл бізге жаңа нәрсе. Біз автоматты түрде сол мұғалімнің дыбысталуын қайталай бастаймыз. Сол себепті тілді насихаттаушыны тыңдау біздің табиғи түрде дұрыс сөйлеуімізге үлкен септігін тигізеді. I don't know емес, I don't know деп сөйлейтін боласыздар. Яғни керемет болмаса да, бірақ сізді кейін тілді меңгергеннен кейін адамдармен сөйлесіп бастаған уақытта жақсы мақтаулар еститін боласыздар сіздің дыбысталуыңыздың өте таза, әдемі екеніне. Және әрине қазақ тілінде сөйлейтіндердің кез келген тілді меңгерген уақытта үлкен басымдылығы бар. Себебі біздің тілімізде 42 әріп болғандықтан 42 түрлі дыбысталу, яғни біздің табиғи жолмен 42 дыбысталу, әріптің 42 дыбысталуын білеміз. Ал 42 дыбысталу, мысалы, орыс тілінде қанша? 42 емес, одан аз. Мен дәл қазір санын білмеймін қанша екен. Ал ағылшын тілінде одан да аз. Қаншалықты дыбысталу аз болса, тілдің адамның өскеннен кейін меңгеретін адамдарға екінші тілде дыбысталуды жақсарту қиынырақ болады. Ал біздің жолымыз болды. Сол себепті қазақ тілді ағылшын тілін үйрететін мұғалімдердің дыбысталулары өте керемет. Маған ұнайды, кәдімгідей біздің қазақтардың қалай ағылшын тілінде сөйлейтіндері, дыбысталулары. Сол себепті егер мүмкіндік болса, қазақ тілді ағылшын тілін үйрететін мұғалімдерден де сабақ алуды ұсынамын. Бүгінге осы, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменге жазыңыздар, және менің видеом ұнаса, міндетті түрде лайк қойып, каналға жазылуды сұраймын. Рахмет!